Мына жерге не дейтін еді? Тұрғын. Айтсаңшы. Қалайсыз? Алтай қайда? Нұрсай шамал бір жақында болды. Güzel. Hayırlı aşkı жариялайсыздар, бәріне сайлап. Саламатсыздар ма? Қоғамдық тыңдаудың төрайымы Термөзек кентінің аппаратының өкілі. Есімі Пірәлі Жұлдыз Ертайқызы. Бүгінгі ашық жиналыста біз Қазпетрол Групп жеке шаруашылық серіктестігінің Хайыркелді кен орнында атмосфераға ластаушы заттардың рұқсат етілген шығындыларының шекті норматив жобасын талқылайтын боламыз. Қоғамдық тыңдаулар өткізу регламентін бекітейік. Қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу, келісілген уақытта қоғамдық тыңдаулардың ашылуы, баяндамашылардың сөз сөйлеуі, баяндамаларды талқылау. Баяндамалар бойынша қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары тыңдалады. Баяндамашылар өз кезегінде қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарына жауап береді. Қоғамдық тыңдауларды қорытындылау. Ендігі кезекте ұсыныстарыңыз болса, көпшілік дауыспен хатшыны таңдап жіберейік. Жүсіпова Гүлназды таңдасақ қарсы емессіздер ме? Дауыс қол көтеріп ал. Баяндама мен сұрақ жауап біткесін қоғамдық тыңдауларды қорытындылаймыз. Қоғамдық тыңдау ашық деп жариялаймын. Саламатсыздар ма, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Мен есімім Жүсіпова Гүлназ, баяндамашы, бүгінгі жобаны таныстырып өтемін. Бүгінгі тақырып Қазпетрол Групп жауапкершілігі серіктестігінің Хайыркелді кен орындарына арналған атмосфераға ластаушы заттардың рұқсат етілген шығарылымдар нормативтерінің жобасы, сондай Вахталық кенттің сарқынды суларын биологиялық тазарту құрылыстары, биокругтар жүйесін ластаушы заттан жол берілетін төгінде нормативтерінің жобасын қарастыратын боламыз. Хайыркелді кен орны Қызылорда облысы Сырдария ауданында орналасқан. Облыс орталығы Қызылорда қаласы шамамен 150 шақырым қашықтықта орналасқан. Тердіөзек кентінен 120 шақырым қашықтықта орналасқан. Мүлік аумағында тарихи мәдени мұра объектілер, оның ішінде сәулет археологиялық объектілер жоқ. Жобаланған нысан ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың және мемлекеттік орман қоры жерлерінде тыс жерде орналасқан. Атмосфералық ауаға келетін болсақ, алдын ала есептеулер бойынша Хайыркелді кен орнын пайдалану кезінде ауаны ластайтын 41 көздер анықталды. Оның 9 ұйымдасқан, 38 ұйымдаспаған көздер болып табылады. Атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың жылдық мөлшері 12,91 тоннаны құрап отыр. Пайдалану кезінде ластаушы заттардың шығарылған көздердің көмірсутектерін ағып кетуін болдырмауға мүмкіндік беретін реттеу клапандары және фланцтерлік қосылыстарын нығыздау шаралары қарастырылған. Осы іс-шаралар нәтижесінде жылдық экологиялық әсер 7,87 тоннаны құрап отыр. Бұған қоса екі қоршаған ортаны қорғау бөлімдері қарастырылады. Жұмыс жобалары. Бұған біріншісі Хайыркелді кен орнын пайдалану ұңғымаларын бұрғылау жобасы бойынша құрылыс кезінде 12 көз анықталып, оның 6 ұйымдасқан, 6 ұйымдаспаған болып табылады. Зиян заттардың мөлшері жалпы көлемі 14,65 тоннаны құрап отыр. 2025 жылы Хайыркелді және Тауыр кен орнының тобын жайластыру жобасы бойынша құрылыс кезінде 16 көз анықталды, 14 ұйымдасқан, 12 ұйымдаспаған болып табылады. Зиян заттардың мөлшері 0,39 тоннаны құрап отыр. Атмосфералық ауадағы зиян заттардың жертөлген концентрациясын есептеу нәтижесіне сүйене отырып, ауаны ластау тек объекттің аумағында болады және ауаның экологиялық жағдайына айтарлықтай үлес қоспайды деген қорытынды жасауға болады. Су әсеріне келетін болсақ, сумен жабдықтау жұмыс жасап тұрған екі су ұңғымалар жүзеге асырылады. Жұмысшылардың ауыз су қажеттіліктеріне су тасымалдау арқылы өтепкелдегі сумен жүзеге асырылады. Бұған қоса екі жұмыс жобамыз қоршаған ортаны қорғау бөлімдері. Біріншісі Хайыркелді кен орнын пайдалану ұңғымаларын бұрғылау жобасы бойынша су тұтыну және ағынды сулардың көлемі 144 текше метр суды құрап отыр. 2025 жылы Хайыркелді және Тауыр кен орнын
орындарын тобын жайластыру жобасы бойынша құрылыс кезінде судың тұтыну және ағынды судың көлемі 144 текше метр суды құрап отыр. Құрылыс жұмыстары кезінде мердігер биотуалет кабиналары пайдаланады. Пайда болған ағынды сулар Қайыркелді кен орны орналасқан биологиялық тоғанға тасымалданады. Алынған ағынды сулар Қайыркелді кен орнына орналасқан биологиялық тоғанға тасымалданып, барлық ағынды сулар топ аэро атты жергілікті тазарту қондырғылары арқылы тазартылып биологиялық тоғанға жиналады. Нормативтік ластауыш заттардың жалпы шығарындылардың көлемі 59,51 тоннаны құрап отыр. Өндірістік және тұтыну қалдықтарына келетін болсақ, Қайыркелді кен орны жұмыстарын орындау барысында келесі қалдықтар түзіліп, майланған шөліктер, люминесцент лампалар, қалдық майлар, істен шыққан аккумуляторлар, мұнай шламдары, бактерицид, ультрафиолет шламдары, қатты тұрмыстық қалдықтар, қара металдар, сынықтар, электродтардың қалдықтары, пайдаланған дөңгелектер, медициналық қалдықтар, пластикалық қаптама, қағаз және картон қаптамалар, қоқыс сорғы себетін және механикалық решеткаларын шыққан қалдықтар, тұрақталған белсенді тұнба, пайдаланған бөшкелер, бұрғылау қалдықтар, пайдаланған қаптар, құрылыс қалдықтар. Жалпы қалдықтардың көлемі 382,73 тоннаны құрап отыр. Жұмыс жобасы бойынша қоршаған ортаны қорғау бөлімдеріне Қайыркелді кен орнын пайдаланып ұңғымалар бұрғылау жобасы құрылыс кезінде 876,13 тоннаны құрап отыр. 2025 жылы Қайыркелді және Тауыр кен орны тобын жайластыру жобасы құрылыс барысында 1,066 тоннаны қалдық түзіледі. Қалдықтардың жиналуына қарай қауіпсіздік сыныбына сәйкес қалдықтардың әрбір тобына арналған контейнерлерге жиналады және келісімшарт негізінде қалдықтарды қайта өңдеу лицензиясы бар мекемелерге беріледі. Апаттардың ықтималдығына келетін болсақ, технологиялық нұсқаулықтарға сәйкес көзделіп отырған қызмет объектісін пайдалану авариялық шығарындылардың мүмкіндігін болдырмайды. Жобада қоршаған ортаға антропогендік әсерді азайту мүмкіндік беретін бірқатар шаралар қарастырылған. Осы шаралар ескерген жағдайда қоршаған ортаға айтарлықтай әсер ету көзделмейді. Осымен баяндамам аяқталды. Сұрақтарыңыз бар болса, жауап беруге дайынбыз. Сұрақтар онлайн. Жұмыға кіріп отырған сұрақтар бар ма? Естіліп тұр ма? Сұрақ қоя берейік па? Я, қоя беріңіз. Естіліп тұр ма? Я, айта беріңіз, естіліп тұр. Сжигание газа на факелах бар ма? Сжигание газа жоқ на факелах. Тек протокол бар, ол салынды жоба. Жоқ па Қайыркелді сжигание жоқ. Қанша рабочий проект қосылып жатыр? 2 рабочий проект қосылып жатыр, бурение, екіншісі обустройство. Обустройство месторождения ма? Жылда өтілетін жоба. Строительство скважины. Базовый проект бар ма? Бар. Бір скважина бұрғыланады екен, 26-шы скважина бурение болады. 26-шы. Ода сжигание бола ма испытание кезінде? Жоқ, ешқандай испытание жоқ. Эксплуатационный скважина атауы айтып тұр. Бірден эксплуатация. Сосын нефтешлам программа управления отхода, начиная с конца 24 года дейді, но ескідан емес па? Актуализировать жіберем, мүмкін қателесті. 24 жыл деп кетіп кетті. Я. 25-пен салыстырғанда снижение ма общий НДВ бойынша? Или увеличение? Бұл жерде жаңа Выбросы. Выбростар, как көрінеді. Қазір 12 тонна сұрап тұрсыздар. 12-де 9. Қазір 12-де 9 сұрап тұрмыз. Қазір ескі разрешение көтеріп жіберейін. А 25-те қанша? Существующее положение 25-пен толтыру керек.
иә толтырамыз. Жиырма бесінші жылғы 1 минут. Он екіде 76 болыпты. 0,2 разница тонна. Шамалы. Новый источниктер бар ма, қосылады ма? Новый источниктар жаңағы скважина бойынша енеді. Және де выбростардың өзгеру себебі пештармен екі пеш бар, бір пеш бар ғой бізде. СПТМ04. Соның кей кезде уақыты өзгереді, газдың объемы өзгереді, соған байланысты кішігірім выбросты өзгеріп ойнап тұрады. Басқа сұрағым жоқ, қалғандары сараптама нәтижесімен беріледі, ескертпеген. Рахмет. Басқа тағы онлайн кіріп отқандар сұрақ бар ма? Онлайн ешкім кіріп отқан жоқ, департамент, управление және бізбен сіздер ғана. Табиғи ресурстар басқармасынан сұрақ жоқ. Рахмет. Тұрғындардан сұрақ жоқ болса? Департаменттен болған жоқ па? Департаменттен болған жоқ. Сұрақ жоқ болса, бүгінгі қоғамдық тыңдауды ереженің барлық талаптар сақталуына байланысты өткізілді деп саналады. Жабық деп жариялаймын. Рахмет келгендеріңізге. Рахмет келіп қатысқандарыңызға. Сау болыңыздар.